Кішкентай кезінде біздің Абдуғаппар ұстазымыз шоқ болғанда енді сол жерде енді ұстазымыздан да көп естіген болсаңыздар керек, сол жерде қариялармен жаңағы әзілдесіп әртүрлі бір қарияларға жаңа әзілдесетін болған. Сол кезде сол Союздың уақытында қариялар айтқан екен, мынау Шәкірешанның мына баласы, мына кішкентай баласы мынау Абдуғаппар, ертең бұл Кремльге барып уағыз айтады деген екен да. Қараңыз, Кремльге барып бұл уағыз айтады деген. Сонда адамдар, ей сен не деп жатсың дегендей болғанда, енді бір сандырақ сөз ғой дегендей болғанда, бірақ сол кездегі шалдар дуалы сөз болғанда, дуалы ауыз дейді ғой, дуалы ауыз. Міне көрдіңіз бе? Сол айтқан шалдардың айтқан нәрсесі 2018 жылы былайша айтқан уақытта Абдуғаппар ұстазымыз Кремльге барып тұрып, жаңағы Чубақ Ажының шақыруымен барып тұрып, сол жерге жаңағы сөз жерге барып тұрып, Кремльдің ортасында жаңағы 12.000 халыққа барып тұрып, дінді насихат қылып тұр ғой. Бұл үлкен бір жетістік былайша айтқан уақытта да. Қараңыз. Міне сол біздің ұстазымыздың сол жерге барып уағыз айтуына себепші болған осы иншалла Чубақ Ажы бауырымызда. Алла о кісінің рахметін алған болсын, иншалла. Фирдауси жәннатын нәсіп қылсын, дәрежелерін жоғары қылсын. Ол кісінің уағыз насихаттарын тыңдаймыз ғой енді.